Нұр Отан партиясының қазіргі заманғы білім беру орталықтары жобасы және облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қолдауымен бастау алған бақытты бала жобасын жүзеге асыру аясында Астана қаласының 20 жылдығына орай өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалы, Нұр Отан партиясының Ақтөбе облыстық филиалы және облыстық әйелдер істері және демографиялық саясат жөніндегі облыстық комиссиясымен бірлесіп коуворкинг орталығын ашты. Өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Гүлназ Кенжетайна Ахметованың мақсатты бағытталған саясатының арқасында филиалдардың оқу материалдық базасын нығайту және креативті идеяларды тәжірибеге енгізудің жаңа мүмкіндіктер пайда болды. Коуворкинг орталық қазіргі заманғы білімді жас өркінің жаңаруға деген қадамы. Коуворкинг орталығының тұсаукесеріне балалар, ата-аналар және педагогикалық қоғам өкілдері жиналды. Шақырылған қонақтардың ішінде Мұхтарита Мұхамбетқалиевна Сагындыкова, мемлекеттік банк мекемелері және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподағы, Ақтөбе облыстық филиалының Ақтөбе облысының кәсіподақтар орталығы жанындағы еңбекші әйелдер жөніндегі комиссия төрайымы Асылжан Бүркіталин, Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанаты Ақтөбе облыстық филиалы төрағасы Мира Рашидовна Балтымова, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті кафедрасы меңгерушісі Александр Сергеевич Гончаров, Казроботикс республикалық қоғамдық бірлестігінің вице-президенті қатысты. Коуворкинг орталығында талапқа сәйкес қажетті техникалары бар Монтессори студиясы, интернетке қосылған компьютерлер, интерактивті тақта, демалуға арналған жиһаздармен жабдықталған. Заманауи кітапхана, Wi-Fi желісіне тегін кіру, интерактивті тақтамен жұмыс, Arduino, Lego, робоконструкторлармен жұмыс жасау, сондай-ақ сандық QR кітапханасының оқу ресурстарын пайдалану мүмкіндігі бар. Мұнда педагогтерге ғана емес, сондай-ақ ата-анаға да балаларға білім беру, тәрбиелеу және дамыту мәселелері бойынша тиімді психологиялық, педагогикалық кеңес беруге арналған қолайлы орта ұйымдастырылған. Өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Нұргүл Молдабайна Абишева, Нұр Отан партиясының облыстық Ақтөбе филиалы бөлім басшысы Алишер Мажит, облыс әкімі жанындағы әйелдер ісі және демографиялық саясат жөніндегі облыстық комиссиясының хатшысы Ақмарал Рахметоллайна Хон алғыс сөздерінде бұл орталықтың Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасын жүзеге асырудағы ауқымды шараларға қосылған үлес екенін атап айтты. Коуворкинг орталығы жұмысының негізгі басымдық бағыттары: белгілі бір өмірлік жағдайлар мен проблемаларды шешудегі бірлескен ізденістер, институттың сертификатталған тренерлерінің балаларды, ерекше балаларды, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытуға әдістемелік қолдау көрсетуде екеніне баса назар аударды. Барлық қатысушылар балалардың шығармашылық мүмкіндіктері мен қабілеттерін дамытуға қуатты серпін беретін коуворкинг орталығында ересектер мен балалар арасында жақсы қарым-қатынас орнайтынына сенім білдірді. Коуворкинг орталығына қош келдіңіздер. Сіздерді бақытты балалықты қолдауды ұйымдастыруға бағытталған бірлескен жұмысқа шақырамыз.